Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Қоныс YouTube арнасы. Бүгінгі видеода біз Black Rush ойнайтын боламыз. Black Rush'да яғни мен бүгін өзімнің YouTube каналымдағы сообществомда айтқандағыдай, енді мен бұл аккаунтта тек Black Rush'ға ойнайтын боламын. Тек бұл аккаунттан енді Black Rush'дан видео шығатын болады. Ал біз бүгінгі видеомызда біз Black Rush'а ойнайтын боламыз. Енді әрине видеоның артынан көріп тұрғандағыдай, мен бүгін ютубердің менің бір күндік Black Rush'дағы өмірім. Ал енді қазір осы өмірімді түсіріп жатырмын. Қазір мына консольді шығарайық та өзіміздің көлігімізді шығарайық. Көлік дегенде бұл Aprilia мотоцикл. Цикл дейсің ғой. Енді қазір бұл мотоциклді сатып көретін боламыз. 100 мың деп өзім бағалап отырмын. Егер сатып алатын болса, сол 100 мыңға сатып жіберетін боламын. Қазір енді мен осы мотоциклді сатқаннан кейін видеоны жалғастырамын. Так, енді карды... Ой, мына багдан жазып тұр. Скок дейді багдан. Предлагай деп жазамыз. Предлагай, енді күтеміз бұны. Го обмен на ЗАЗ топовый дейді. Нет, яғни мен ЗАЗға обмен етпеймін бұны. Себебі мен бұны қазір сатуым керек, қалайда. Қазір енді бұны сатып көретін боламыз. Мына авторинктің ішінде сатып алатын адамдар бар ма екен? Достар, общем, мен мына мотоны манадан бері сата алмай жатырмын. Почти бір 10 минуттай өтіп кетті, мен әлі сата алмадым. Сондықтан қазір мен өзімнің мотоциклімді выгрузить етіп, қазір мен средний автосалонға кіріп, өзіме бұл автомобильдерден қараймын. Қазір көліктерді қарайтын боламыз. 10 автомобиль бар екен бұл жерде, енді қазір қараймыз. Мына Nissan Skyline'ды қарайықшы, мына Nissan'ды. Ой, ё-моё, бұлар обмен жасалыпты ғой өзі. Қандай мәшіндер бар енді? Менде средний классқа ақшам жетпейтін мәшіндер көп негізі бұл жерде, мыналар мысалы мына. Так, в общем, достар, мен өзіме көлік таба алмадым қазір средний класстан. Енді қазір низкий классқа кіріп көретін боламыз. Низкий класстан өзімізге автомобиль. Ё-моё, низкий класста қараңыздар. Пятеркалар, яғни пятнашкілер топ тұр. 1, 2, 3, 4. Ё-моё, мына жақта тағы бар, мына қараңдар. 5, 6 тұр ғой, ё-моё. Пятнашкілер неге толып кеткен деймін да? Кезінде табылмайтын пятнашкілер. Так, мына лупариктің бағасын сұрақ қойып, қазақ бала екен, Жансейік Дима бірдеңе дейді, короче. Қанша деп жазып жіберейік, сұрақ белгісімен қанша деп. Енді қазір бұл бағасын айту керек. Бағасы 530 дейді, негізі нормально. ПТС'ін сұрайық. ПТС сұраған кезде қазір бізге ПТС беретін болады бұл. Негізі сырты жынды екен, бұл сыртына сынып тұрмын, енді базар жоқ сыртына. Сөзім жоқ. Спорт екен, ё-моё. Спорт екен, тағы да не бар? 3000 километр жүріп тастаған. Ё-моё, износ бар, я әдеттегідей. Мен енді full tuning дейді, енді мен кете тұрайын кішкене. Бұл машина маған ұнап тұрған жоқ енді әзірге. Так, мына жерде не машиналар бар? Негізі бұл жерде дені дұрыс машина жоқ сияқты, көлік жоқ сияқты. Мына жерлерді айналып қалайық, мына жерлерде не бар екен? Осы жерде пятнашкіден басқа көп зат жоқ сияқты. Ендеше қазір біз средний классқа тағы кіріп көретін боламыз, если жоқ. Айтпақшы достар, бізде далада да машиналар бар. Машиналарды қарап көрсек болады далада, оларды сататын машиналар. Ё-моё, пенсия түсті достар, пенсия. Премия выплаты. Бұл жерде яғни ақшамыз жетпейді бұл машиналарға. Ана жерде бір Nissan Skyline тұр, бірақ ол стоковый сияқты түріне қарағанда. Сондықтан қазір біз средний классқа кіретін боламыз қайтадан. Средний класста не бар, не жоқ. Достар, в общем, мен өзіме нормально бір дені дұрыс көлік таба алмадым. Сондықтан қазір мен енді өзіме ё-моё, парковка жүрпін, өзім мотоциклімді алып, в общем, СМИге барып жұмыс жасайтын боламын. Сосын кейінірек жалғастыратын боламын.
В общем, достар, біз қайтадан ойынға кірдік. Смиден шығып келе жатырмын. Енді мен қазір қайда бара жатыр десеңіздер, мен қазір Смидің машинасымен мен енді қазір Нұрлыбек деген балаға баратын боламын, яғни Нұрлыбекке баратын боламын. Нұрлыбекке қазір мына жерде жабысып қалдым. Енді әдеттегідей 300 рублімді алып алды. Қазір мен Нұрлыбекке барып, Нұрлыбек Батыровта кладискательге бара жатыр. Нұрлыбекті алғамда, сосын кладискательіне апарамда келемін. Достар, енді біз Батыровқа жақынып келе жатырмыз. Уже Нұрлыбек жоқ. Ё-моё, анау Нұрлыбек па? Мопедті қайда кеткен? Оның мопеті бар сияқты еді ғой. Нешін жаяу жүгіріп жатыр. Отыр, қайда орытсың? Отсай. Бауырым, ішімдегі тәуірім. Анау сигналитет отқан несі? Қойшы бауырым, мынау менің досым. Қазір бұны біз кладискательге апарып, өзімізге көлік алатын боламыз. Көлік аламыз, сосын жалғастырамыз. Ё-моё, достар, мен көлік алғаннан кейін, көлік алған кезде видеоға түсіруді ұмытып кетіппін, яғни видео түсіруді қоспаппын, видео түсіретін программаны. Қазір енді мен осындай BMW 7 сериясын алдым, енді 7 сериясын. Бұл енді осына сыртына сындым, енді дрифтпен алдым. Прошивкасы дрифттающий, енді бір жағын көк, бір жағында қызыл цвет жанатын болады. Алдында строскобы бар, негізінде көк светті жанып сөйтіп тұратын строскоб. Дрифттающий мен сосын қасында Нұрлыбекте ол да көлік алды, 530 мыңға ол лупарик алды. Износымен негізінде енді нормально бір лупарик алды ол да. Қазір енді мен осылай дрифттап етіп жүрмін, Нұрлыбекті күтіп жүрмін. Нұрлыбек қазір бір жерге кетіп қалды. Мен осылай дрифттап етіп жүрмін. Енді опыт жоқ дрифттап етуге. Но үйренетін боламыз. Мына жерден жабысып қалды. Достар, енді бүгінгі видеомызды аяқтайтын боламыз. Бүгінгі видео соңына да жетті. Енді менің Белграшадағы бір күндік өмірім деген видео аяқталды. Мен қазір номер алған болатынмын. Номерден қандай номер? Ё-моё, ашылып кетті. Инвентарды басамыз. Инвентарда мен қазір 798 мом деген номер алдым. Пока-пока, чау, амандықта, жүздескенше. Давайте.